Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде топографиялық анатомияның екінші бөлімі. Бүгінгі сабақта біз мойын шандырларына Шевкуненко бойынша, яғни 5 фасцияға тоқталамыз. Одан кейін мойынның клетчаткалық кеңістігіне және де алдыңғы сабақта талдап өткен мойынның үшбұрыштарын послойна талдайтын боламыз. Бірінші мойын шандырлары. Шевкуненко бойынша біз мойынның 5 фасциясына ажыратамыз. Оның бірінші фасциясы фасция суперфициалис. Бұл бізде мойынның беткей фасциясы болып табылады, яғни мойынның беткей жатқан бұлшығы мускулюс платизмаға футляр түзеді. Мускулюс платизмаға футляр түзіп, мойынды осылайынан толығымен қоршап жатады цилиндр тәрізді. Оң жақтан да, сол жақтан да мускулюс платизмаға футляр түзеді. Бұл жерде бізде жоғарда бетке, төменде кеуде аймағына жалғасады бірінші фасция. Яғни суперфициалис деп аталады. Ал енді екінші фасция ол бізде ламина суперфициалис фасция колипроприя. Яғни мойынның меншікті шандырының беткей табақшасы. Бұл бізде екі бұлшықетке фасция түзеді. Оның біріншісі мускулюс стерноклеидио-мастоидиус, яғни төс бұғана емізік тәрізді бұлшықетіне фасция түзеді. Және дағы екіншісі ол бізде трапеция тәрізді бұлшықетке мускулюс трапециус тәрізді трапециозусқа фасция түзеді дағы мойында цилиндр тәрізді қоршап жатады. Ол бізде мойынның омыртқа өсінділері бар емес па? Сол қылқанды өсіндіден процессус спинозустан басталады дағы процессус трансверсус көлденең өсінділерге барып бекінеді. Яғни көлденең өсінділерге барып бекінеді. Екінші фасцияның бізде маңызы ол бізде мойынды алдыңғы аймаққа және дағы артқы аймаққа бөліп тұрады. Осының нәтижесінде егер де мойында алдыңғы аймақта бізде гнойный процесс болып жатса, мойынның артқы аймағына таралуына кедергі жасайды. То есть артқы аймақта гнойный процесс болса, ол алдыға таралмайды деген сөз. Одан кейін бұның бізде маңызы ол құлақ маңы жоғарыда жаңағы шықшыт безіне жалғасады да, құлақ маңы сілекей безіне капсула түзеді. Ол жақта бізде ол фасция паротоид мастерика деп аталады. Мойынның екінші фасциясы жоғарыдан жақ сүйегіне, жоғарыдан жақ сүйегінің төменгі жиегіне барып бекітіледі да, ал төменнен жаңағы бұғанағының алдыңғы жиегіне барып бекітіледі. Мойынның екінші шандырында бізде жаңағы ламина суперфициалис фасция коли дедік қой, сода білуіміз қажет тағы бір нәрсе, ол бізде жаңағы еремная вырезканың үстінде межапоневротикалық кеңістік түзеді. Бұл кеңістіктен бізде аркус венозус югули, яғни мойындырық венаның доғасы өтеді. Яғни бізде бір кеңістік бар, тағы да апоневротикалық аралық кеңістік, бұл бізде жаңа мойынның екінші шандырынан түзілген еремная вырезканың үстінде. Ол жерден аркус венозус югули өтеді. Бізде мойынның үшінші фасциясы, яғни ламина профундус фасция проприя. Бұл бізде немесе жауырын бұғаналық апоневроз рышы деп те аталады. Үшінші фасция бұл бізде тек мойынның алдыңғы жағында болады. Есте сақтау қажет, мойынның алдыңғы жағында болады. Себебі біз қазір послойна үшбұрыштар талдаған кезде мойынның латеральды аймағында орналасқан үшбұрыштарда бізде үшінші фасция болмайды. Үшінші фасция тіл асты сүйегінен төмен орналасқан бұлшықеттерге ғана не түзеді, футляр түзеді. Яғни ол қандай бұлшықеттер? Төс тіл асты бұлшықеті, потом төс қылқанша бұлшықеті, потом мускулюс омахеидиус жауырын тіл асты бұлшықеті. 4 бұлшықетке, яғни тіл асты сүйегінен төмен орналасқан 4 бұлшықетке жаңағы футляр түзеді. Бұл бізде мойынның алдыңғы үшбұрышында орналасады дедік, 4 бұлшықетке футляр түзеді дедік. Және де айтып кететін нәрсе, мойын алдыңғы сабақта да айтқан болатынбыз. Екінші фасция менен үшінші фасция мойынның алдыңғы сызығында бір-бірімен қосылады, то есть бірге срастаются дейді ғой. Бірігіп бізде мойынның ақ сызығын линия альба түзеді. Линия альбаны біз білуіміз қажет. Оның хирургиялық маңызы өте зор. Себебі біз жаңағы мойынның мүшелеріне қылқанша безге, например, соларға операция жасаған кезде бұлшықеттерге тимей, бұлшықеттерге зақым келгізбей доступ алуымыз үшін біз осы жаңағы ақ сызық арқылы кесеміз. Линия альбаның маңызы осы. Және дағы бұл бізде мойынның екінші фасциясы жоғарыда, үшінші фасциясы, то есть жоғарыда тіл асты сүйегіне бекінеді, ал төменде төспенен бұғананың жоғарғы жиегіне бекітіледі. Одан кейін мойынның төртінші фасциясы, бұл бізде мінекей көріп тұрғанымыздай, мойынның төртінші фасциясы фасция эндосервикалис деп аталады. Оның екі жапырақшасы болады. Мынау париетальды жапырақшасы, то есть қабырғалық жапырақшасы көріп тұрғанымыздай, және дағы висцеральды жапырақшасы.
Висцеральды бұл мүшелік жапырақша, мүшелерге қанап түзеді. Қабырғалық жапырақшасы, париеталь жапырақшасы бізде триадаға, то есть ұйқа артериясы, мойындырық вена және кезбе нерв. Осы үшеуіне футляр түзеді. Ал висцеральды жапырақшасы болса, өңешке, көмейге, кеңірдекке соларға бізде футляр түзіп орналасады екен. Келесі 5-ші фасция превертебралис деп аталады. Бұл фасция бізде 4-шілік мойынішілік фасцияның париетальды жапырақшасының бір бөлігі болып саналады. Бұл бізде мойынішілік мүшелердің артында орналасады. Бұл жауып жатады мойын омыртқаларының көлденең өсінділерін жауып жатады, симпатикалық сабауды жауып жатады, және латеральды үшбұрышта бізде сатылы бұлшықеттерге футляр түзеді. Бұл жерде ескеруіміз керек, 5-ші фасция бізде мойынның ең терең бұлшықеттеріне футляр түзеді. Ең терең бұлшықеттерге қайсы жатты бізде алдыңғы сабақта талдаған болатынбыз. Мускулус скаленус anterior, мускулус скаленус posterior, то есть алдыңғы сатылы бұлшықет, артқы, ортаңғы сатылы бұлшықеттер. Және мускулус longus capitis, мускулус longus коли, яғни мойынның ұзын бұлшықеті, бастың ұзын бұлшықеті, мускулус rectus capitis, осыларға бізде, яғни терең бұлшықеттерге фасция түзіп жатады. Бұдан бөлек артериялардан бізде тамыр нерв жоғары, артерия вена субклавия, то есть бұғана асты артериясы менен бұғана асты венасына және иық өріміне қынап түзеді. Жалпы төменде бізде 5-ші фасция превертебралис жалғасып кетеді кеуделік фасцияға. Фасция эндоторацикаға жалғасып кетеді. Осымен біз мойынның Шевкуненко бойынша 5 фасциясына тоқталып шықтық. Келесі келесі мойынның клетчаткалық кеңістіктері. Бірінші клетчаткалық кеңістік ол спатиум супрастернали, төс үстілік кеңістік. Ол бізде мойынның екінші шандыры менен мойынның үшінші фасциясының арасында орналасады. Бұл бізде мускулус стernocleidomastoideus'ның мастоидеустың артында орналасқан губернаның слепой мешок губерна соменен байланысады. Бұл жерде орналасады бізде мойындырық венаның соңғы тармақтары, аркус венозус югули, солар орналасады. Яғни бізде осымен бірінші клетчаткалық кеңістік аяқталды. Келесі клетчаткалық кеңістік ол бізде предвисцеральды кеңістік, спатиум превисцерали деп аталады. Ол бізде кеңірдектің тұсында кеңірдек алды клетчаткалық кеңістік деп те аталады. Бұл басталады бізде тіласты сүйегінен басталады еремная вырезка грудины дейді ғой, соған дейін созылып жатады. Бұл орналасады мойынның 4-ші фасциясы бізде екіге бөлінеді ғой, париетальды жапырақшасы және висцеральды жапырақшасы. Сол париетальды жапырақша менен висцеральды жапырақшаның ортасында орналасқан кеңістік предвисцеральды кеңістік деп атайды екенбіз. Яғни бұл бізде екінші кеңістік болды. Бұл жерде бізде есте сақтау қажет, екінші кеңістік алдыңғы көкірек аралықпен байланысады. То есть предвисцеральный кеңістік алдыңғы көкірек аралықпен байланысады. Ал ретровисцеральды кеңістік болатын болса, артқы көкірек аралықпен байланысады. Яғни мойынның артқы бөлігінде гной болып жатыр, ол бізде артқы көкірек аралық кеуде қуысына таралып кетеді деген сөз. Бұл жерде бізде орналасады иық бас сабауынан кететін қалқанша без артериясы, тақ қалқанша веналық лимфа өрімдері, потом және кеңірдек алды кеңістіктің төменгі бөлімінде бізде оң жақ жалпы ұйқа артериясы кететін иық бас сабауы орналасады. Жалпы біз төс үстілік кеңістікпенен предвисцеральды кеңістікті біз қай кезде ашамыз? Бұл көбінесе трахеостомия, яғни кеңірдекке операция жасаған кезде, немесе қалқанша безге тиреоидектомия кезінде осы клетчаткалық кеңістіктерге доступ қажет болады. Келесі кеңістік ол бізде ретровисцеральды кеңістік. Ретровисцеральды кеңістік ол бізде мойынның 4-ші және 5-ші фасцияларының ортасында орналасады. Мойынның 4-ші фасциясы менен 5-ші фасциясының ортасында ретровисцеральды кеңістік орналасқан. Бұл бізде артқы көкірек аралықпен жалғасып жатады. Бұл бізде артынан мойынмен көмей және өңешпен шектескен бас сүйектің негізінен көкекке дейін созылып жатады. Келесі кеңістік бізде омыртқа алды клетчаткалық кеңістік, спатиум превертебрали деп аталады. Бұл бізде немесе сүйек фиброзды кеңістік. Мойын омыртқасы менен омыртқа алды фасцияның ортасында орналасады. Яғни екі түрлі аты бар: сүйек фиброзды кеңістік немесе омыртқа алды кеңістік. Бұл кеңістік бізде оң және сол жартышарларға бөлінген. Бұл кеңістікте бізде
клетчаткамен толтырылған сатылы бұлшықеттер орналасады, симпатикалық сабау орналасады. Бұл басталады бізде атланттан басталады дағы, бірінші мойын омыртқасы мына жерде атланттан басталады дағы, одан кейін жаңағы артқы көкірек аралыққа дейін созылып жатады. Осымен бізде мойынның негізгі клетчаткалық кеңістіктері аяқталды. Келесі біз мойынның үшбұрыштарын послойно талдауды бастаймыз. Осымен біздің екінші бөлім аяқталды. Мойын топографиясы бойынша лекцияны алғыңыз келсе, біздің видеоның соңындағы ссылкаға өтіп, Telegram каналға жаза аласыздар. Лекция барлығы орыс тілден аударылған, без воды нақты жазылған. Соңына дейін тыңдағандарыңызға тағы да рахмет.